Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазақ тілі пәнінен 6-шы сабақ У әрпінің жазылуы тақырыбын өтеміз. Балалар, 21-ші жаттығуға қарайық. 21-ші жаттығу мәтінді тыңда. Жануарлардың мерекелік киімдерін дайындау қызықты жұмыс. Тауық, тауыс, сілеусін, суыр сияқты жануарларды бейнелеу үшін олардың өзіне тән киім үлгілерін дайындау керек. Мұндай мерекелік киімдер рөлдік ойынды қызықты етіп көрсетеді. Балалар, мәтін не туралы айтылған екен? Жақсы, жарайсыңдар. Мәтін жануарлардың мерекелік киімдерін дайындау туралы айтылған екен. Жақсы. Сен өз қолыңмен осындай костюмдер әзірлеп көрдің бе? Ой, жарайсыңдар. Жақсы. Олай болса, балалар, тауық сөзіндегі әріптерді пайдаланып, бірнеше сөз жасап көріңдер. Құрамында дауысты у дыбысы бар сөздерді бір бағанға, дауыссыз у дыбысы бар сөздерді екінші бағанға топтап жаз. Балалар, қу деген сөзде дауысты болып тұр ма у дыбысы, әлде дауыссыз ба? Я, дұрыс айтасыңдар, дауысты. Ту сөзінде у дыбысы дауысты болып тұр. Тау сөзінде дауыссыз, ау сөзінде дауыссыз, уық сөзінде дауыссыз болып тұр. Уақыт деген сөзде дауыссыз болып тұр. Жақсы, жарайсыңдар. Олай болса, келесі жаттығуға қарайық. 22-ші жаттығу. Көп нүктенің орнына тиісті әріпті қойып, сөйлемдерді көшіріп жаз. Оқушылар қойылымға қажет жануарлар костюмдерін таңдады. Қойылымда қу түлкі ауыл маңын торды. Тауыстың киімі әдемі-ақ. Қырғауыл киімін киген Дәуренді алғашқыда танымай қалды. Енді балалар, осы сөйлемдерді көшіріп жазамыз. Жақсы, жарайсыңдар. Келесі жаттығуға қарайық. 23-ші жаттығу. Көбелек киімін киген Дулаттың қанатындағы сөздерге назар аудар. Осындағы ұқсастықтар мен айырмашылықты тап. Бір қанатында жылы, бекі, жоры деген сөздер болса, келесінде жылу, беку, жору деген сөздер бар. Яғни соңғы дыбыс у дыбысына ауыстырылып жазылған екен, балалар. Жылу, беку, жору деп. Жақсы, жарайсыңдар. Олай болса, балалар, егер де дыбыстарына аяқталған сөздерге у дыбысы қосылса, дыбыстар түсіп қалады да, тасы делінген сөз болады болса, мысалы, тасу болып өзгереді. Оқы деген сөз оқу, торы деген сөзіміз тору болып өзгереді. Жақсы, балалар, жарайсыздар. Олай болса, 24-ші жаттығуға қарайық. 24-ші жаттығу суреттегі құстарды ата. Оларды қандай белгілеріне қарап таныдың? Балалар, бірінші құс қандай құс деп ойлайсыңдар? Я, дұрыс айтасыңдар. Тауыс. Келесі тауық екен. Жақсы, балалар. Балалар, өзіңе ұнайтын жануарлардың мерекелік киімін қағаздан жасап көріңдерші, немесе суретін салыңдар. Және де не үшін бұл жануарды таңдағаның туралы өз ойыңды білдір. Ойыңды менің ойымша деп бастауды ұмытпаңдар. Жақсы, балалар, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаймыз. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.